Бүгінгі таңға дейін Жетісай ауданында ең күрмеуі көп мәселенің бірі жол саласы болып келген. Мұндағы жолдардың тең жартысынан астамы соңғы 30 жылда жөндеу көрмеген болатын. Аудан әкімі Жамантай Бейсенбаев аталмыш мәселелерді назарға ала отырып, аудан бюджет есебінен 1 миллиард 490 миллион қаржысын бөлдіріп берсе, қалған 3 миллиардтан астам қаржыны облыс әкімі Өмірзақ Естайұлының шалғай аудандардағы жол саласын реттеу бойынша облыс және республикалық бюджеттерден бөлінуіне ықпал еткен болатын. Былтыр Жетісай ауданында бір аудандық маңызы бар автомобиль жолы мен елді мекендерге қарасты 53 көшеге орта жөндеу және 219 көшеге ағымдағы тас төсеу жол жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында ұзындығы 15,2 шақырымды құрайтын 22 көшеге орта жөндеу, жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша ұзындығы 1,168 шақырымды құрайтын бір көшеге орта жөндеу және 3 көшеге аяқ жол салу жұмыстары жүргізілді. Оған қоса облыстық бюджеттен есебінен жалпы ұзындығы 82,2 шақырымды құрайтын 185 көшеге ағымдағы тас төсеу жол жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ал жергілікті бюджет есебінен жалпы ұзындығы 23,3 шақырымды құрайтын 30 көшеге орта жөндеу және жалпы ұзындығы 21,3 шақырымды құрайтын 34 көшеге ағымдағы тас төсеу жол жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 6 көше қиылысына бағдаршамдар орнатылып, стандартқа сай 9 жасанды жол кедергілері мен 114 жол белгілері орнатылды. Жетісай қаласындағы 3 көшеге біз аяқ жол жұмыстарын салдық. Одан бөлек бізде биылғы жылы тағы да біз 3 көшеге аяқ жол салу жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда мемлекет сатып алу жұмыстары жүргізілуде. 113 елді мекен бар жалпы аудан бойынша өзімізге тиесілі. Жаңада бізді 85 елді мекенінде қазір толығымен жаңада айтып өттім, толығымен тас төсеу жұмыстары жүргізілді. 2020 жылы Жетісай ауданы бойынша жол қозғалысын реттеу мақсатында жергілікті бюджет есебінен бөлінген 47 миллион 987,9 мың теңгеге 5 көше қиылысында бағдаршамдар орнатылды. Сонымен қатар жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында стандартқа сай 9 жасанды жол кедергілері мен 114 жол белгілері орнатылып, жаяу жүргінші сызбалары жаңартылды. Аудан аумағындағы бағдаршамдар және 27 бейне бақылау камераларын күтіп ұстау жұмыстарына жергілікті бюджеттен 10 миллион теңге бөлініп тиісті жұмыстар жүргізілген. Жетісай қаласының өзінде бізде көптеген қиындықтар туғызатын қалаға кіреберіс Яссауи Әуезов көшесіндегі көпірдің тұсына біз бағдаршам орнаттық. Одан бөлек біздегі Әуезов Абай көшелеріне орнаттық, заманауи түрде бағдаршам. Оған қоса тағы да Абай Айботаев көшесіне и Амангелді Қожанов көшесіне орнаттық. Бізде Асқат А15 үлкен жолдың бойында Асқата кентіндегі Үшкөпір елді мекенінің тұсына да бағдаршамдар орнатылды. Биылғы жылы 2021 жылы біз 3 жерге бағдаршам орнатамыз деп жоспарлап отырмыз. Ол Абай ауылдық округі, Асқата елді мекеніндегі Қазбек би көшесінің тұсына, соның ғимаратының тұсына и Жаңауыл ауылдық округі Ынтымақ елді мекенінің тұсына. Жетісай ауданында қала маңындағы және қалалық бағыттарды қоғамдық көлікпен қамтамасыз ету мақсатында конкурс өткізіліп, жеңімпаз анықталды. Қазіргі таңда қалалық ынтымақ және қала маңындағы Жетісай Асығата бағыттары қызмет көрсетуде. Тағы да қосымша айта кететін жағдай, Жетісай ауданы мәслихатының шешімімен аудан аумағында жол жүру құны шақырымына 6,5 теңгені болып бекітілді. Жетісай аудандағы жолаушылар көлігін дамыту саласы бойынша аудан орталығын елді мекендермен байланыстыру мақсатында 17 бағыт бойынша қоғамдық көлік жоғарыда атап өткен тариф бойынша қатынайтын болады. Бұл дегеніңіз өз кезегінде қазіргі жеңіл көлік бағасымен салыстырғанда 2,5 есеге арзан болып отыр. Жетісай ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен аудан орталығы Жетісай қаласы қоғамдық көлікпен қамтамасыз етілді. Қазіргі таңда қалашілік ынтымақ маршруты іске қосылды. Жол жүру интервалы 10 минутты құрайды. Жол жүру құны 50 теңге. Бұдан бөлек қалашілік 2 бағыттың сызбалары мен кестелері бекітіліп, жеңімпаздар анықталған. Аталған бағыттар толығымен іске қосылған соң, Жетісай қаласы 90% қоғамдық көлікпен қамтылатын болады. Жол жүру құны жергілікті атқарушы орган тарапынан бекітілген қаулыдан аспайтын болады. Егер де тасымалдаушы шығыны өз құнын ақтамаған жағдайда, мемлекет тарапынан тасымалдаушыға субсидия берілетін болады.
2020 жылы Жетісай ауданының жол саласын дамытуға жалпы 5 миллиард теңге көлемінде қаржылар бағытталды. Бұл қаржыларға ұзындығы 31 шақырым республикалық, 26,8 шақырымды құрайтын облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен елді мекендерге қарасты ұзындығы 36,6 шақырымды құрайтын 50 көшеге орташа, ұзындығы 102,5 шақырымды құрайтын 218 көшеге ағымдағы тас төсеу жөндеу және ұзындығы 4,2 шақырымды құрайтын 5 көшеге аяқ жол салу жұмыстары жүргізілді. 2021 жылы Жетісай ауданында ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша жалпы 18,1 шақырымды құрайтын 20 нысанға орта жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып жатса, облыстық және жергілікті бюджет есебінен жалпы ұзындығы 25,7 шақырымды құрайтын 32 көшеге орта жөндеу және жалпы ұзындығы 13,2 шақырымды құрайтын 24 көшеге ағымдағы жол жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Жетісай қаласының көшелері өте нәтижелі, жақсы істеліп жатыр. Мынау ішкі жағы, сыртқы көшелер өте қазір мынау жол жүру транспорттарына, адамдарына өте қолайлы болып қалды. Біздің мынау Жетісай қалалық ауданына жұмысқа рахмет. Осы үлкен жұмыстарды келешекте де істей берсе, нәтиже болса еліміз жақсы бола береді деген ниеттемін. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша сметалық құны 264 миллион 506 мың теңгені құрайтын, жалпы ұзындығы 15,2 шақырымды құрайтын Қараөзек және Талапты елді мекендері бойынша 15 нысанға орта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жетісай ауданы бойынша 160 ішкі көшені орта жөндеуден өткізуге 3 миллиард теңгеден сметалық құжаттамалары жасалынып, қаржыландыру қажет етеді. Жоғарыда көрсетілген жұмыстардың қорытындысымен 113 елді мекеннің 85 елді мекенде топырақ көшелер толығымен аяқталған. Оның ішінде 8 елді мекен шалғайдағы орналасуына байланысты экономикалық жағынан тиімсіз. Қазіргі таңда 20 елді мекенде жалпы ұзындығы 20,3 шақырымды құрайтын топырақ көшелер ағымдағы жөндеуді қажет етеді. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша сметалық құны 193 миллион 661 мың теңгені құрайтын 3 көшеге аяқ жол салынып, бір көшеге орта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Міне осы өкіметке рахмет. Осындай жол аяқ жаяу жүргінші жол сап бергеніне. Міне бұрынғы жолы ескі, лай, тар еді. Міне өте керемет, әдемі оқушылар мектепке баруға, балалы шағаға жүре жақсы болды. Рахмет. Ауыл арасындағы жолдарды асфальт дұрысталып жақсы болып қалды. Топырақ жол қалмады, қалмады ауылда, бәріне жасап болды. Рахмет әкімшілікке, өкіметке осындай қолға алып жатқан. Не дейміз, әйтеуір ел үшін қызмет жасай беріңіздер. Рахмет, алғыс айтамыз. Республикалық маңызы бар А15 автомобиль жолының 119-90 және 88-86 шақырымдарының аралығында орта жөндеу жұмыстарына 1,2 миллиард теңге қаржы бағытталған. 2019 жылы күрделі жөндеу жұмыстары басталған, ұзындығы 11,5 шақырымды құрайтын облыстық маңызы бар КХ-117 Ленин-Абад-Үтіртөбе автомобиль жолына 1,1 миллиард теңге қаралған. Нысан 2021 жылға өтпелі. Облыстық маңызы бар КХ-86 Жетісай-Мақталы автомобиль жолы өтпелі кезеңмен орта жөндеуден өткізілуде. Жетісай ауданы аумағынан өтетін ұзындығы 6,9 шақырымды құрайтын облыстық маңызы бар КХ-164 үлгілі Таубай-Ата автомобиль жолында жалпы құны 209,8 миллион орта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жергілікті бюджеттен бөлінген 431 миллион 704 мың теңгеге жалпы ұзындығы 19,5 шақырымды құрайтын бір аудандық маңызы бар автомобиль жолы мен 28 көшеге орта жөндеу және 120 миллион теңгеге жалпы ұзындығы 21,35 шақырымды құрайтын 34 көшеге ағымдағы тас төсеу жол жөндеу жұмыстары жүргізілді. 22 миллион 984 мың теңгеге жалпы ұзындығы 1,178 шақырымды құрайтын 2 көшеге аяқ жол салу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар облыстық бюджет есебінен бөлінген 384 миллион 695 мың теңгеге жалпы ұзындығы 82,2 шақырымды құрайтын 165 нысанға ағымдағы жол жөндеу жұмыстары жүргізілді.